Армысыздар, құрметті ұстаздар. Менің есімім Ербол. Оқу тәрбие процесінде дебат технологиясының қалай пайдалану керектігі туралы сіздерге түсіндіретін боламын. Олай болса, назар аударыңыздар. Жалпы пікірсайыстың форматтары бүгінгі таңда американдық парламенттік формат, британдық парламенттік формат, Линкольн Дуглас президенттік парламенттік формат және Карл Поппер форматтары болып бөлінеді. Бүгін біз сіздермен американдық парламенттік формат туралы сөйлесетін боламыз. Аталған формат проблеманың ұсақ-түйек аспектілерін зерттеп, факті жинақтау арқылы табан асты ойлап табуға, мәселеге сыни көзқараста қарауға, логикалық дәйектемелер жасап, сараптамалық талдау жасауға негізделген. Форматтың құрылымына келетін болсақ, бір-біріне қарама-қайшы ойнайтын екі командадан тұрады. Үкімет және оппозиция. Үкімет және оппозиция екі спикерден құралады. Үкіметтің бірінші спикері үкімет лидері деп аталады, екіншісі үкімет спикері деп аталады. Оппозицияның бірінші спикері оппозиция лидері және оппозиция спикері болып аталады. Үкімет лидерінің міндеті алаңды құрастырып кейске презентация жасау керек. Оппозиция лидерінің міндеті үкімет лидеріне қарсы шығып, өз кейсіне презентация жасайды. Үкімет спикері ол оппозиция лидеріне қарсы ойнап, оның жасаған кейсін құлатуға тырысады. Ал оппозицияның спикерінің мақсаты үкімет спикерінің қарсылығын жойып, өзінің құлап қалған кейсін қайта қалпына келтіруге міндетті. Американдық парламенттік формат жалпы екіге бөлінеді: құндылықты және саяси бағыттарға. Құндылықты формат резолюцияның өзектілігі, дефиниция, қалыптасқан жағдай, аргументация және қорытындыдан тұрады. Ал саяси формат құндылықты форматқа қарағанда, бағытқа қарағанда күрделірек. Ол резолюцияның өзектілігі, дефиниция, қалыптасқан жағдай, проблеманың өзектілігі, проблема не себепті болды және шешу жолдарын ұсынады, кім қалай қашан шешеді және нәтижесінде біз осы шешімнен не күтеміз, соны айту керек болады. Резолюция дегеніміз не? Қоғамда, елде, тарихта, саясатта болып жатқан кез келген өзекті проблемалар дебаттың тақырыбы бола алады. Яғни резолюция қазақшасы қара, бұл дебаттың тақырыбы деген мағынаны білдіреді. Дефиниция дегеніміз резолюцияда берілген тақырыптың кілт сөздеріне анықтама берілуі тиіс. Түсінікті сөздерге анықтама беріп, уақытты жоғалтып керек емес. Мысалы, бұл палата Қазақстандағы жеке меншік жоғары оқу орындарын жабу ақталады. Яғни бұл тақырып. Бұл жердегі кілт сөз жеке меншік жоғары оқу орындары дегеніміз не? Соған түсініктеме беру, жабу себептері, соған түсініктеме беру болып табылады. Ал қалған сөздер тақырыптағы ол қарапайым түсінікті болғандықтан оған уақытты жоғалтып керек емес. Қалыптасқан жағдай немесе статус кво дегеніміз резолюцияда берілген тақырыпқа байланысты статистикалық мәліметтер ұсыну. Мысалы, бұл палата Қазақстандағы жеке меншік жоғары оқу орындары жабу ақталады деп есептейді. Статус кво Қазақстанда қанша жоғары оқу орны бар, қаншасы жеке меншік, олардың жұмыспен қамтуы қанша пайызды құрайды, мемлекеттен жылына бөлінетін қаржы қандай сомада. Яғни осындай статистикалық мәліметтерді келтіруіміз керек. Аргументация дегеніміз не? Аргументация резолюцияда берілген тақырыптың ең негізгі дәлелдеу бөлімі болып табылады. Аргумент саны 3 немесе одан да көп болуы мүмкін. Және аргумент атауы тезис ретінде, яғни тақырыпшалардан тұрады. Әр дәлелдеме кемінде 2 нақты ақпараттармен расталған болуы керек. Аргументтің құрылымы неден тұрады? Аргумент осындай 3 құрылымнан тұрады. Аргумент дәлелдену керек, қолдау табуы керек және оның қорытындысы болуы керек. Дәлелдеуіне назар аударсақ, дәлелдеу аргументті әрқашан болу керек. Және әрбір аргумент бір-бірімен логикалық байланысты болу керек. Қолдау мәселесіне келетін болсақ, статистика, қоғамдық ой, фактілер, мысалдар, цитаталардан құралады. Ал енді қорытындыға келетін болсақ, ойымызды толық қорытындылауымыз керек және сол аргумент бізге не беретіндігін айта кетуіміз керек. Аргументтердің құрастырудың реттілігі қалай жүзеге асады? Мозговой штурм немесе миға шабуыл жасау. Кез келген дебаттағы тақырыпқа дайындалуға командалар отырған кезде, олар өздерінің миларына шабуыл жасау керек. Яғни сол тақырыпқа дайындалу үшін. Одан кейін өздерінің қаңқасын құрастырып алу керек. Үкімет позициясына немесе оппозиция позициясына екі жақты бірдей дебаттың қаңқасын құрастырып алады. Содан кейін бар ақпараттарды оқуға, ізденістер жасауға көшеді және аргументтерді толықтырады. Ребаттл жасау дейді. Яғни белгілі бір команда үкімет бағытына дайындалатын болса,
сол дайындаған барлық ақпараттарын, барлық жинақталған мәліметтерін оппозиция бағытында дайындап, үкімет бағытындағы өздерінің кейстарын жоюға жұмыс жасау керек. Сол кезде ғана сапалы құрылым немесе кейс шығады. Аргументтердің орналасу реттілігі. Ең бірінші, әрбір команда бірінші орынға мықты аргументті қою керек. Одан кейін тағы да мықтылау аргументті қою керек. Ал аргументтердің ішіндегі әлсіздеуі болса, оны үшінші немесе бесінші, төртінші аргумент ретінде ең соңына сақтап қою керек. Бұның себебі уақыт жетпей баратқан жағдайда біз аргументтерді қысқартуға да мәжбүр болып қаламыз. Сол кезде әлсіз аргументтерді алып тастаймыз. Сол кезде біздің уақытымыз мықты аргументтерді алаңға ашып айтуға ғана уақытымыз жеткілікті болады. Келесі сараптама бөліміне келетін болсақ, бұл идеялық байланыстан, логикалық байланыстан, форматтық байланыстан тұрады. Идеялық байланыс бұл конструктивті бөлімде болған ойынның идеялық ұштасулары, ақпараттың дұрыстығы және байланысудың ескерілуі керек. Логикалық байланыстары конструктивті бөлімде болған ойынның логикалық тізбектемесі, өзектілігі, қарсыластарының логикалық байланыстары, релеванттылығы айтылу керек. Ал енді форматтық байланыста конструктивті бөлімде қарсыластардың бір-бірімен қаншалықты байланысы болды, олардың ойын ережелері қаншалықты ойын ережелерін олар сақтай білді, кейстік қателіктерді нақты көрсете алды ма, осыған назар аударамыз. Енді уақыт регламентіне назар аударайық. Ең бірінші болып бізде үкімет лидері шығады, оған 4 минут беріледі. Екінші рет шыққан кезде оған 7 минут беріледі. Яғни бұл екі бағыт дегеніміз қысқартылған бағыттағы уақыт, ұзартылған уақыттағы бағытта ойнауға болады. Қысқартылған бағытында үкімет 4 минут, оппозиция лидері 5 минут, үкімет спикері 5 минут, оппозиция спикері 5. Ал енді қорытындылау бөлімінде оппозиция лидеріне 4, үкімет лидеріне 5 минут беріледі. Ұзартылған нұсқасында 7, 8, 8, 8, 4 және 5 минуттан берілетін болады. Ойын барысында сұрақ қою процестері бар. Сұрақ қою процестері сұрақтар, комментарийлер арқылы қоюға болады, немесе кәдімгідей ашық түрде сөйлеп тұрған адамға бағытталады. Алғашқы және соңғы минуттар арасында дебатта сұрақты қоюға болмайды. Сұрақ 15 секунд ішінде қойылуы тиіс. Әрбір бірінші және екінші сұрақтың арасы 30 секундты құрауы керек. Келесі дебаттың кез келген форматында, сол сияқты біз талқылап жатқан американдық форматта да мынандай ережелер бар. Труизм, айтуға тиісті емес, жоққа шығарылмайтын нәрселерді айту. Мысалы, діни кітаптар, құдайлар, пайғамбарлар деген сияқты, дебатта бұл нәрселерді, труизмдарды айтуға міндетті түрде шектеу қояды. Тавтология, әріптесі айтып кеткен мәліметтерді екінші спикер толықтай соны қайталап беруі. Бұл дебатта сол команданың жеңілісіне алып келеді. Яғни бұл дегеніміз команданың сол өзінің бағытында сол тақырыпқа дайындығының нашарлығын білдіреді. Завал деген бар. Бұл спикердің, лидердің міндетін атқарып кетуі. Яғни екінші спикер бірінші спикердің рөлін ойнап кетеді. Раскол деген бар. Спикердің өз әріптестеріне қарсы шығып кетуі. Яғни үкімет тарапы мен оппозиция тарапында ойнап жатқан командалар бір-біріне қарсы шығып кетуін бізде раскол деп айтады. Келесі дебат форматында осындай ескертулер бар. Атауларына назар аударсақ, жеке басқа қол сұғылмау керек, уақыт лимитінен асып кетпеу керек, жаңа ой қосып жібермеу керек, яғни ұсынылған аргументтерге жаңа аргумент енгізіп жіберуге болмайды. Сонымен қатар подмена кейсі. Басында ұсынған кейстерін жаңа кейспен ауыстырып тастауға болмайды. Бұл ескертулер не үшін? Жеке басқа қол сұғу болмайды, ар намысына тиіп кетеді. Уақыт лимитінен асып кету мәселесі не үшін? Спикер өз уақытына қосымша 30 секундты ғана қосымша ала алады. Яғни уақыт төрешіне ескерту арқылы. Ары қарай жаңа аргумент факті енгізген жағдайда жаңа ой қалыптасып кетеді. Подмена кейсі, алғашқы сөйлеген кездегі идеядан басқа идеяға ауысып кету. Қашан қолданылады? Кез келген кезде қолданылады. Жеке басқа тиісіп кету дебаттың толық ойынында. Уақыт лимитінен асып кету, барлық спикерлер кез келген сәтте өзінің уақытынан асып кетуі мүмкін. Жаңа ойды қай кезде қосып қояды? Анализ жасау кезінде жаңа ойды қосуға болмайды. Және ең соңғы ескертудің атауы подмена кейсі. Кейсі дегеніміз бұл лидердің анализі кезінде бастапқы кейсті жаңа кейспен ауыстырып жіберу. Енді оларға бұл ескертулер немесе осындай қателіктер орын алған кезде қандай жазалар қолданылады төреші тарапынан? Ескерту немесе балын төмендетеді,
орнына отырғызады, балды төмендетуі мүмкін, жаңа аргументті ескермейді, яғни төреші оны өзінің хаттамасына түсірмейтін болады. Айтылған сөздер ескерілмейді, аргументация үшін балды төмендетеді, немесе ешқандай балды қоспайтын болады. Ал енді құрметті ұстаздар, құрметті әріптестер, дебат форматында шәкірт дайындап жүрген болсаңыздар, немесе сабақтарыңызда осы технологияны қолданып жүрсеңіздер, мен сіздерге айтатын бір нәрсе, дебатта теория бұл жеткіліксіз болып есептеледі. Сол теорияны практикаға бағыттап, оны сабақта, үйірмелерде, немесе дебат турнирлерінде шәкірттерге соны үйретуді мақсат қойсаңыздар, сіздерге міндетті түрде қалалық деңгейде, аудандық деңгейде, мектепшілік деңгейде, мектепаралық деңгейде ұйымдастырылып жатқан дебат турнирлеріне қатысып, практикалық тәжірибені көбірек жинауға шақырамын. Астана қаласының мектептерінде үлкен мүмкіндіктер бар, және дебат қозғалысы бүгінгі таңда министрліктің тікелей қолдауымен және үшқұрой алаңдарының қолдауымен біздің Қазақстанның барлық аймақтарында, аудандарында, керек десеңіздер, аудандық, ауылдық мектептерде де дебат қозғалысы дамып жатыр. Сондықтан сол турнирлерге барып қатысып, тәжірибе жинаудан ешқашанда қашпаңыздар, өздеріңіздің уақыттарыңызды тәжірибе жинауға молында жұмсаңыздар. Сол арқылы сіздер дебатты толық үйренесіздер, және сол тәжірибе сіздерге жеңістер мен жемістер алып келеді. Құрметті ұстаздар, сау саламатта болыңыздар.